Ассаламағалейкум қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда ер азаматтардың аурулар жайында терең әңгіме өрбітеміз. Ал енді студиямызға келген қонақтарды өздеріңізбен таныстырып өтейін. Білікті уролог-андролог маман Олжас Омарұлы студиямызда. Және простатинур орталығының білікті маманы Нұрбек Серікұлы бар. Және тұрақты тұтынушы простатинур өнімін пайдаланып, қолданып, жақсы нәтижеге жетіп, көрермендерге де өзімнің айтарым бар деген Қадырбек Жапарұлы ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Қадірмен телекөрермендер, біз сіздермен тікелей байланыстамыз, сондықтан да қандай сұрағыңыз болса, экранда көрсетілген байланыс нөміріне хабарласуыңызға, дәл қазір хабарласып, маманнан тегін кеңес алуға да мүмкіндігіңіз бар. Бұл бағдарлама тек қана сіз үшін. Олжас мырза, енді расында біздегі белсенділіктің төмендеуі, үнемі шаршап жүруіміз, стресске түсуіміз, ашушаң болуымыз, осының барлығы жаңағы простатиттің, тіпті созылмалы простатиттің, аденоманың әсерінен бола ма біздің белсенділігіміздің төмендеп кетуі, үнжұрғамыздың түсіп кетуі? Ер адамның жыныстық күш қуаты төмендеген кезде міндетті түрде ол өзіне сенімсіздік танытады. Сенімсіздік танытқаннан кейін оның көңіл күйі түседі, нерв жүйесі бұзылады. Соған байланысты бүкіл адамдағы системасында патологиялық өзгерістер пайда болады. Бұл енді ғана шыққан өнім бе, әлде бұрыннан қолданыстағы өнім бе? Бұл өнімнің негізі Үндістан мемлекетінде бұл бұрыннан бар өнім. Ал Қазақстанда алып келгенімізге бұл өнімге 1 жыл уақыттай болып қалды. Біз осы 1 жыл бұрын алып келдік. Аллаға шүкір, қазір емделіп жатқан адамдар бар, жаңа нәтижеге жетіп жатыр. Былайша айтқанда, ер адам әлсіздік танытып жатқанда жаймен бастала бастайды ғой, сол кезде де ішіп қолдануға. Бұл тек қана мен простатитпін, осы ауырдым деген кезде ғана емес. Адам өз ішінде ішуге болады, осы еркекті қабілет көтеріліп жүру үшін ішуге болады, қолдануға болады. Қадірмен телекөрермендер, бұл өнімді мен жаңа хабардың басында қарадым қорабында. Сенімділігі қаншалықты дәрежеде деген. Мына жерде халал белгісі бар, яғни шариғи талаптарға біздің мұсылмандық болмысымызға сай келеді. Сосын хасп дейді, және GMP халықаралық стандарты, басқа да міне сертификаттары бар екен. Яғни GMP дейтін стандарт, біле білетін болсаңыздар, бұл халықаралық дәрежеде кез келген мемлекетте қолдануға, пайдалануға болады дейтін халықаралық сертификат. Ол сертификат бар өнімді кез келген жерде қорықпай пайдалануға болады. Өйткені ол халықаралық сертификат, оған күмән келтіруге болмайды. Енді Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының да халал сертификатын алған екен, яғни бисмилля пайдалануға мүмкіндік бар деген сөз. Енді осы кезекте уролог маманға бір мынаны сұрағым келіп отыр. Табиғи жолмен емделу деген бар, шөптердің, бір дәрумендердің көмегімен, және химиялық дәрі-дәрмектермен емделу деген бар. Екеуінің әсері салыстырмалы түрде қалай? Дәрі-дәрмектермен емделу жеделдетуі мүмкін, бірақ қандай кері әсері бар? Ал бұл өнім ұзақ уақыт алуы мүмкін, бірақ соңғы нәтиже жақсы болуы мүмкін. Бір салыстырып айтып берсеңіз. Әрине, простатит кезде, созылмалы және жедел простатит аурулары кезінде комплексті дейміз ғой. Яғни жан жақтан ем тағайындалады. Бұл антибактериалды ем, соның ішінде осы простатотропты шөптерден жасалған, яғни қуық асты безінің қан айналымын жақсартатын, ол жерде қабыну процестерін жоятын, және де өзінің функциясын, яғни қызметін жақсартатын осындай шөптерді тағайындау арқылы жан жақты емдеуіміз қажет. Жақсы түсінікті. Ата, енді сіз пайдаланып жүрсіз ғой енді? Өзіңізде қандай бір өзгерістер бар? Енді бағанада айтып жатқаным, бұл енді мұның пайдасы өте зор. Енді қазір осыны мен қабылдағалы, ұйқым бәрі тыныш, Құдайға тәубе, бір Алланың көмегі. Көңіл күйім жақсы. Бүйректе тас бар деген оның бәрі қазір мазаламайды. Бәрі жақсы. Тек енді бұл жаңағы айтып жатқандай, мамандардың айтып жатқандай,
қуық асты безінің ісігіне емес, барлық организмнің десіне көмектеседі деп ойлаймын өзім. Енді бұлай өзіңізді жақсы сезініп жүрсіз ғой қазір, жақсы сезінемін мен, осыны келіп. Белсенділік артты ма өзіңізде? Енді бар, енді осы дәрінің көмегі тиіп жатыр. Бұл өнімді қазір қолданып жүрсіз бе? Мен мына өнімді қолданып жүрмін, қолданғаныма көп болды енді. Қанша болды көп болғанда? 3 ай мөлшерінде қолданып жүрмін. Қазір де қолданып жатсыз ба? Әлі де қолданып жатырмын. Негізінде мен түнде көп мазалап, кішілер ет көп далаға мазалады. Соның кейін 2 бүйрек. Содан кейін сол телевизордан көріп мен хабарластым. Содан Нұрсұлтан деген баламыз кеңес берді. Содан кейін содан бастап алып ішіп жатырмын мен енді. Нәтижесі жақсы. Қадірмен телегөрермендер, Қыдырбек Ақсақалдың айтқандарын тыңдап отырсыздар. 3 айдың ішінде жақсы нәтижеге жеткен. Сағат сайын түнде мазалаған болса, қазір 2 рет, 3 рет дейді. Яғни 3 айда осындай нәтижеге жеткен болса, одан да ары тұрақты түрде пайдаланатын болса, бұдан да жоғары нәтижеге жетіп қалар. Ол нәтижеге жеткен кезде біз міндетті түрде дәл осындай студияда ағамызды қайтадан қонаққа шақырып, тағы да өзінің пікірін білеміз. Ал енді уролог, андролог Олжас бауырымыз, дәрігер мырза осында отыр. Егер осы ауруға байланысты сізді мазалап жүрген бір белгілері болған болса, осы экранда көрсетілген байланыс нөміріне хабарласу арқылы сіз осы Олжас мырзамен хабарласа аласыз. Және тегін кеңесте ала аласыз. Егер керек болатын болса, сізге арнайы емдеуді тағайындап та береді. Және сол байланыс нөміріне хабарласу арқылы осы простатинор өнімі туралы да толық ақпарат ала аласыз. Егер Олжас мырза бұл өнімді тағайындап жататын болса, қалай аламын деген кеңес болатын болса, қазір ақпарат береміз және байланыс нөмірі арқылы да толықтай ала аласыз. Хабарласыңыздар, байланыс нөмірі сіздер үшін. Бүгінге осы, көріскенше аман сау болыңыздар.